Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар? Елге қызмет ету дегеніміз не? Елге қызмет ету бұл өз елінің дамуына, қауіпсіздігіне, мәдениеті мен болашағына пайда тигізетін іс-әрекет жасау. Яғни адам өз білімінің, еңбегін, уақытын қоғамға пайдалы бағытта қолданса, ол елге қызмет еткен болып саналады. Елге қызмет етудің негізгі түрлері: білім арқылы жақсы оқып, болашақта білікті маман болу; еңбек арқылы адал жұмыс істеп, қоғамға пайда келтіру; мәдениет пен тілге үлкен үлес қосып, ұлттық дәстүрді сақтау және дамыту; қоғамдық белсенділік, еріктілік, адамдарға көмектесу; ғылым мен инновация, жаңа идеялар жасап, елдің дамуына үлес қосу. Мысалы, қазақ тарихында елге қызмет етудің үлесін көрсеткен тұлғалар көп. Әлихан Бөкейханұлы қазақ мемлекеттің үшін күрескен қайраткер. Абай Құнанбайұлы халықтың білімі мен мәдениетін көтеруге үлкен үлес қосқан ағартушы ғалым. Және де Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары құлдыраған экономиканы дамытып, дамыған елдің қатарына қосып, Қазақстанды әлемге танылуына өз үлесін қосқан тұлға. Және де қысқаша айтқанда, елге қызмет ету тек үлкен ерлік жасау емес, күнделікті өмірде адал еңбек етіп, қоғамға пайдалы келтіру. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздер де бізде елге қызмет етіп, елімізге пайдалы адам болып, елге қызмет етейік.